Сәлем достар. Біз осындай күзге арналған, қазір мектеп кезінде поделкалар сұрап жатыр оқушылардан. Сол кезде осындай әдемі тоқылған алма, мынандай сияқты асқабақ тоқсаңыздар болады. Өте жақсы идея, тоқылуы да өте оңай, апарған кезде де ерекше болып көрінетін болады. Сонымен біз қазір мына алманың қалай тоқылуын мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Ол үшін сіздер видеоны соңына дейін қараңыздар. Сонымен бізге керек болады. Мен қазір мынандай жасыл алма тоқимын, қызыл алмам бар. Бізге қайшы керек болады, крючок керек болады, осындай маркер керек болады және ине керек болады бізге. Оларды ала тұрайын. Қазір бізге крючокпен, мен 3,5 крючокпен тоқитын болам. Ең бірінші круг жасап аламыз. Осылай. Менде алдыңғы видеоларда бар, кругты қалай жасау керек екенін тоқыған кезде. Мына бір ілмекті іліп аламыз. Бекітеміз бір ілмекті іліп. Ары қарай біз 5 петля, 5 накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тоқып алдық. Мына кішкентай жіптен тартсақ, мына біздің кругымыз кішірейеді. Тартамыз. Ары қарай бірінші тұрған ілмегімізге, мына бірінші іліп алған, осыған бекітеміз. Міне бекітіп алдық. Ары қарай біз тоқимыз. Әр ілмекке 2 ілмектен тоқитын боламыз. Мына бірінші ілмек, мына тұрған бірінші ілмекке 1 ілмек тоқимыз да, осы ілмекті біз жаңағы маркерімізбен белгілеп қоямыз. Себебі по кругу айналдырып тоққан кезде шатасып кетесіздер, қай жерден бастағандарыңызда. Сондықтан мен бірінші ілмекті белгілеп қойдым маркермен. Дәл осы ілмектің ішіне тағы да бір без накида ілмекті тоқитын боламыз. Мына бір ілмектің ішіне 2 ілмек тоқыдым. Келесі ілмекке де дәл солай 2 ілмек тоқимыз. Үшінші ілмекке де солай 2 ілмек тоқимыз. Төртінші ілмекке де 2 ілмек. Соңғы 5-ші ілмекке де 2 ілмек тоқимыз. Яғни бір ілмекке 2 ілмек тоқимыз. Міне бізде 5 ілмек қосылды. Енді мына маркерді уақытша ала тұрамыз да, бірінші ілмекке 1 ілмек тоқып аламыз. Қайтадан маркерімізді орнына қойып қоямыз, себебі шатасып кетеміз. Міне ары қарай бұл бірінші ілмекті тек 1 ілмек ілеміз, екінші ілмекке ілмек қосатын боламыз. Әр рядта біз 5 ілмектен қосып отыратын боламыз. Бірінші ілмекте 1 ілмек, екінші ілмекке 2 ілмек ілеміз. Келесі үшінші ілмекке 1 ілмек тоқимыз. Одан кейінгі 4-ші ілмекке 2 ілмек тоқимыз. Одан кейінгі ілмекке 1 ілмек тоқимыз. Одан кейінгі ілмекке 2 ілмек тоқимыз. Соңына дейін осылай тоқисыздар. 1 ілмек тоқисыздар, екіншісіне 2 ілмек қосасыздар. 1 ілмек, соңғы ілмекке уже 2 ілмек тоқимыз. Маркерді ала тұрамыз. Бірінші ілмекті тоқимыз. Қайтадан маркерді орнына қойып қойыңыздар. Келесі екінші ілмекке де 2 ілмек тоқимыз. Енді үшінші ілмекке ілмек қосамыз. Әр үшінші ілмекке 2 ілмек тоқитын боласыздар. 2 ілмек тоқыдым. Келесі
2 ілмек бір ілмектен тоқимыз. Одан кейінгі 3-ші ілмекке 2 ілмек тоқимыз. Дәл осылай әр 2 ілмектен кейін 3-ші ілмекке 2 ілмек тоқып, соңына дейін тоқисыздар. Мен мына рядты бітірдім. Бірінші ілмекті, 5-ші рядтың 1-ші ілмегін тоқыдым. Келесі ілмекке тағы 1 ілмек. 3-ші ілмекке тағы да 1 ілмек. Мұнда 4-ші ілмекке ілмекті қосатын боламыз. Яғни 4-ші ілмекке 2 ілмек тоқимыз. Ары қарай 1, 2, 3 ілмек тоқыдық. 4-ші ілмекке 2 ілмек тоқимыз. Мұнда да дәл солай 1, 2, 3 ілмекті тоқып, 4-ші ілмекке келген кезде 2 ілмек тоқисыздар. 3 ілмек тоқисыздар, 4-ші ілмекке қосасыздар. Дәл осылай соңына дейін тоқыңыздар. Ряд тоқып алдық, яғни бізде 25 ілмек мұнда бар. Енді бізге маркерді ала тұрамыз. Келесі 6-ші рядтан бастап қайтадан маркерді орнына қойып қояйық. Енді бізде ары қарай 6-ші рядтан бастап 12-ші рядқа дейін ешқандай да ілмектерді қоспаймыз. Тек бір ілмектен тоқитын боламыз. Әр ілмекке 1 ілмектен тоқисыздар. Осылай соңына дейін әкелесіздер. Ешқандай да ілмек қоспайсыздар. Маркерімізді аласыздар, қайтадан орнына қоясыздар. Одан кейінгі рядты тоқисыздар. Осылай по кругу тоқып 6 ряд тоқисыздар. Ешқандай да ілмек қоспастан 6 рядты тоқып аламыз өзіміз. Міне мен 6 ряд тоқып алдым. Енді ары қарай біз қысқартатын боламыз. Әр 3 ілмектен кейін 4-ші ілмекті қысқартамыз. Қайтадан маркерімізді орнына қойып қояйық. 1 ілмекті тоқыдым. 2, 3-ші ілмекті тоқыдым. 4-ші ілмек пен 5-ші ілмекті қысқартамыз. Ары қарай тағы да 1 ілмек, 2 ілмек, 3 ілмек тоқыдық. 4-ші ілмек пен 5-ші ілмекті қысқартамыз. Ары қарай да дәл осылай 2, 3, 4 пен 5-ті қысқартамыз. 1, 2, 3, 4 пен 5-ті қысқартамыз. Ары қарай 1, 2, 3 ілмек тоқыдық. Соңғы 2 ілмекті тоқып жіберіппін ғой. Соңғы 2 ілмекті қысқартамыз. Маркерді ала тұрамыз. Келесі рядты тоқимыз. 1 ілмек. Келесі 2-ші ілмекті тоқимыз. Енді бұл жерде 3-ші ілмекте пен 4-ші ілмекті қысқартамыз. Ары қарай тағы да 1, 2, ары қарай 3 пен 4-ті қысқартамыз. 3-ші ілмек пен 4-ші ілмекті қысқартамыз.
1 2 3-ші ілмек пен 4-ші ілмекті қысқартамыз. Осылай мына жерге дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Міне мен мына жерге дейін келдім. Енді біз мына алманың ішін мынандай синтепонмен толтыратын боламыз. Халав айвер или синтепон бәрібір қолдарыңызда не бар, сонымен толтырып қойсаңыздар болады. Менде қазір синтепон. Осылай. Осылай толтырып алыңыздар. Одан кейін ары қарай қысқартамыз. Маркерді ала тұрамыз. Келесі бірінші ілмекті тоқимыз. Маркерді қойғаннан кейін жаңа біз 2 ілмектен кейін қысқартық қой, енді әр 1 ілмектен кейін қысқартатын боламыз. Бір ілмек біз жаңа тоқып алдық. Енді 1 2 мен 3-ті қысқартамыз. Келесі 1 ілмек тоқимыз, 2 мен 3-ті қысқартамыз. Ары қарай 1 ілмек тоқимыз, 2 мен 3-ті қысқартамыз. 1 ілмек тоқимыз, 2 мен 3-ті қысқартамыз. 1 ілмек тоқыдық, соңғы 2 ілмекті қысқартамыз. Міне, бізде формамыз келе жатыр. Енді әр рядта мына 2 ілмектен қысқартып отырамыз. Мына бірінші соңғы рядтың ары қарай әр ілмекті қысқартамыз. Кішкене қиындау болуы мүмкін, соңғы ілмек болғандықтан. Менде болды. Жоқ, тағы бір қалыпты. 2 ілмек, соңғы 2 ілмек қалыпты. 1 маркерімізді алып тастаймыз. Болды, бізге ол керек емес. Ары қарай осылай шамалы ұзындау жіп қалдырамыз. Қазір не үшін екенін көресіздер. Где-то осындай бір 30 сантиметрдей жіп қалдырыңыздар. Жіпімізді алып тастаймыз. Міне. Енді мына ұзын жіпке жаңағы инемізді өткіземіз. Көзі үлкен инемізді өткіземіз. Енді ашылып тұрған көзді жабу үшін мына тұрған көрініп тұр ма, мына жердегі ілмектерге осылай бір жүріп өтеміз. Келесі 2 ілмекті аламыз. Біз мына тесікті жаптық. Енді бізде формасы осылай болып тұр. Бізге мынандай болып алманың формасы келу керек. Оны біз былай жасаймыз. Мына екі жағынан осылай бетіп, ортасынан жіпімізді арылғы бері өткізіп отырып, осылай форма жасауымыз керек.
Енді мына тұрған сіздерге көрініп тұрмын, тура ортасынан инемізді өткіземіз де, тура мына жағындағы ортасына келіп шығарамыз. Тура ортасынан шығарасыздар, міне. Көрініп тұр ма? Осылай шығарамыз. Сөйтеміз де тартамыз кішкене. Қатты тартып жібермеңіздер, шамалы тартыңыздар. Енді мына жақтан әкелеміз. Мына ортасынан емес, одан кейінгі рядтан. Мына жерден инемізді өткізіп, тура мына жердің ортасынан әкелеміз артынан. Тура ортасынан инемізді шығарамыз. Тура мына жерден шығарамыз. Тағы тартамыз. Бұл алмамыздың асты болады. Тағы да бір осылай жүргізіп жібереміз. Мынаны мен ортасынан шығардым инені. Енді соның одан кейінгі ілмекке инемізді кіргізіп, тура ортасынан шығарамыз артынан. Шамалы тартыңқыраймыз. Бізде міне алманың формасы келді. Бүйтеміз де мына жерден бірлет жібімізді түйіндеп аламыз. Шығып кетпес үшін. Содан кейін қайтадан ортасынан кіргізіп, мындай бір кез келген жерінен инені шығарамыз. Сөйтіп, мына тұрған жіпті қырқып тастай саламыз, ол ішінде қалып қояды. Ұшы. Мына бізде алманың формасы шықты. Енді біз мынандай алма тоқитын боламыз. Ол үшін осындай түстегі жіпті кішкене қылып кесіп аласыздар. Жаңа инеден өткізіп аламыз. Сөйтеміз де мынау артынан әкеліп кіргіземіз. Тура ортасынан әкеліп, мына ортасынан шығарамыз. Ал мына соңғы жағын түйіндеп тастаймыз. Енді мына түйіндеген жер осылай көрініп тұра берсін, алманың асты, түп жағы. Енді мына жерден кез келген бірінде кішкентай жіпке инемізді өткізіп, бұлай инемізді алып тастаймыз. Болды, бізге ине керек емес. Менде 3,5 крючокпен тоққан болатын. Қазір мына жіңішке жіпті кішкентай крючок алам, 2,5. Осымен тоқитын болам. Воздушный петлялар тоқимыз. Осылай. Қанша тоқсаңыздар да, ол сіздің алмаңыздың көлеміне қарай тоқисыздар. Міне, маған осы жеткілікті, міне. Мына жерін тағы да түйіндеп тастаймыз.
түйіндеп тастадым. Артық тұрған жіпті қырқып тастаймыз. Міне. Енді бізге мынандай жапырағын тігуіміз керек болады. Ол үшін мынандай жапырақ аламыз. Мен жапырақтың қалай тоқылу керек екенін қазір жоғары жақта ссылка тастап кетемін. Сол жерге кіріп, қарап тоқсаңыздар болады. Мен уақытты алмас үшін алдын ала тоқып алдым. Осыны қазір мына жерге осылай тігіп қоятын боламыз. Тігу жолын барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Уақытты алмай-ақ қояйық. Қазір мен өзім мына иненің көмегімен қазір мына жерге тігетін боламын. Мен жапырағын тігіп қойдым. Бізде осындай әдемі алма шықты. Сіздерде осылай тоқып, балаларыңыздың мектебіне апарып берсеңіздер болады. Өте ерекше көрінеді. Басқалардан ерекше болғыңыз келсе, осылай тоқып алыңыздар. Болмаса үйге декор ретінде де осылай тігіп қойсаңыздар, тоқып алсаңыздар болады. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің жұмысым ұнаса лайк басыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Себебі мен алдағы уақытта тағы да басқа да жемістерді тоқитын боламын. Келесі видеода мен осындай асқабақты тоқып сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан да колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде мен салған видеоны жіберіп алмайсыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.